Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бет күтіміне арналған тағы да бір пайдалы ақпаратпен, видеомен бөлісетін боламын. Егер де сізге қызық болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде менің сіздерге арнайы салған жаңадан видеоларымды өткізіп алмайсыз және оны көруді ұмытып кетпейсіз. Ал егер де сіздің маған деген сұрақтарыңыз болса, немесе сіздің де пайдалы бір рецепттарыңыз болса, бет күтіміне арналған, онда астына комментария бөліміне бөлісіңіз. Мен міндетті түрде оны пайдаланып көріп, видео ретінде түсіріп, қалған қыздармен бөлісетін боламын. Ал біз енді жаңағы бізге пайдалы ақпаратымызға қарай көшейік. Бүгінгі біздің тақырып бет күтіміне арналған лосьон. Ең алдымен лосьонның пайдасы туралы біліп алайық. Лосьон дегеніміз ол біздің күнделікті жаңағы тоналка не жаққаннан кейін бетіміздің бәрі құрғап, забивация етеді. Соны тез қалпына келтіруге арналған жаңағы бет сүрткіш. Яғни сіз күнделікті бетіңізді тоналка не жағатын болсаңыз, міндетті түрде сіздің уходовый кремдеріңіздің арасында лосьон болу керек. Лосьонды жатар алдында, не болмаса боянар алдында міндетті түрде бетіңізді сүртіп, керек емес жаңа шаң тозаңдардан, керек емес жиналған косметикалардан сүртіп алып бетіңізді тазалап аласыз. Ал лосьонның жасау жолдары өте оңай және оған арналған ингредиенттердің сан алуан түрі бар. Бүгін біз сол ең оңай және барлық дүкенде кездесетін лавр жапырағынан жасалынатын лосьон туралы рецептпен бөлісеміз. Ал енді лавр жапырағының пайдасына келетін болсақ, лавр жапырағы ол ішкі ағзадан бөлек, ол сыртқы келбетке берер пайдасы өте мол. Сіз егер менің каналыма подписаны болсаңыз, сіз көрген боларсыздар лавр жапырағының шашты өсіруге арналған видео рецептін. Лавр жапырағы шынымен де шашты тез өсіруге, қалыңдатуға және де аллопециядан, яғни шаштың түсу, тұқым қуалаушылық ауруынан құтылуына жақсы көмектеседі. Одан бөлек лавр жапырағы біздің бетіміздің әжімнен құтылуына, ағаруына, ылғалдылығына, күні кешке дейін нәрленіп өзінің табиғи жаңағы суын ұстап тұруына жақсы көмектеседі. Лавр жапырағының ішкі ағзадан зияны болмаса, дәл солай сыртқы келбетке де ешқандай зияны жоқ, ешқандай аллергический реакция бермейді. Сол себепті қорықпай жасап көрсеңіздер болады. Бірінші жаңағы рецептпен бөліспес тұрын бір-екі лайфхак айтып өтейін. Лавр жапырағын жай ғана суға қайнатып алып 5-7 минут соның суын сүзіп алып, мақтамен таңертең кешкісін сүртіп отыратын болсаңыз, ол тоник ретінде жұмыс атқарады. Яғни бетіңіздегі керек емес дақтардан құтылуға және қара дақтардың көбеймеуіне жақсы жол береді. Ал егер де сіздің бетіңіздің майлығы көп мөлшерде болатын болса, яғни бетіңіз майлы болатын болса, лавр жапырағына кішкене ғана бал қосып, бетіңізге сыворотка жасауға болады. Сол кезде майлы беттен кішкене құтылуға көмектеседі. Ал егер де сіздің бетіңіз құрғақ болса және әжім құрғақ және ақ беттерге әжім көп түскіш болады, оған арнайы маска бар. Ол масканы қазір видеоның әрмен қарай көрсететін боламын. Ал сіз маған лайк қоюды ұмытып кетпеңіз. Құрғақ және әжім көп түсетін жаңағы жұқа бетке ең оңай және тез жасалынатын маска. Ол бізге лавр жапырағы, жаңағы жүгері крахмалы барлық дүкендерде приправа сататын отделда сатылады. Бағалары арзан. Ал ең соңғы үшіншісі миндаль майы. Миндаль майы дәріханаларда шамамен 600-800 теңге тұрады. Негізі әр қыз баланың үйінде миндаль майы болу міндетті. Өйткені миндаль майын сіздің өзіңіздің жақсы көретін қандай түрлі маска жасасаңыз да, ішіне кем дегенде 10 тамшы тамызатын болсаңыз, бетіңізді нәрленуіне, ылғалдануына және бетіңіздің өзін табиғи жылтырлығын беруіне жақсы көмектеседі және де ешқандай зияны жоқ. Сол үшін міндетті түрде үйіңізде миндаль майы болсын. Ал енді масканы жасауға кірісейік. Ең алдымен лавр жапырағын 5-7 минут отта қайнатып аламыз. Шамамен 7-8 лавр жапырағы жетеді. Мен уже қайнатып дайындап алдым. Енді лавр жапырағының суын сүзіп аламыз.
сүзгіштен. Мына осылай сүзіп алдық. Енді лавр жапырағына бетімізді ағартып, және сол маскамыз эффективный болу үшін біз жүгері крахмалын қосамыз. Жүгері крахмалының бетті ағартайды және бетіміздің дақ түспеуіне жақсы көмектеседі, әсер береді. 1 қасық крахмал жеткілікті. Ал крахмалымызбен жаңағы лавр суын әбден араластырып алып, енді отта дәл солай 5-7 минут қоюланғанша қайнатамыз. Сол үшін мен арнайы ыдысқа аударып жатырмын. Енді осыны отта 5-7 минут қайнатамын. Жаңағы крахмал мен лавр суын араластырып отырып, отта тоқтамай араластыру арқылы осындай масса жасадым. Яғни кішкене қоюлану керек. Осындай арнайы венчикпен араластырсаңыз, комок дейді ғой, яғни түйіршік болмайды, түйіршік. Міне осыны жасап алдым. Осы дайын маскамызды енді мен ыңғайлы осындай қақпағы бар банкаға құйып қоямын. Осындай арнайы банка іздесеңіз, фикс прайспен Zeta дүкендерінде сатылады. Бағасы шамамен 600-700-800 теңге көлеміне қарай. Ал жаңағы банкамызға құйып алдық. Енді айтып өткен миндаль майынан примерно бір 10 тамшыдай құямыз. Жақсылап араластырамыз. Ал егерде сіздің бетіңіз өте майлы болатын болса, видеоның басында айтып өткендей 1 қасық бал қосуға болады. Менің бетім өте сезімтал, және бет терісі жұқа, сол үшін мен бал қоспаймын. Өйткені менде кішкене бетім реакция береді. Ал егер сіздерде аллергия болмаса, және бетіңіз ондай жұқа болмаса, жарты қасық не болмаса кішкене бал қосуға болады. Мен осы 3 ингредиенттен жасап, бетіме жағамын. Бұл маскамызды холодильникта 2-3 аптаға дейін сақтауға болады. Ал енді маскамызды бетімізге жағайық. Бетімдегі макияжды жақсылап жуып, тазартып алдым. Енді шашты жинап, мешать жасамайтын қылып алып тастаймыз. Мен маскаға арнайы осындай кисточка пайдаланам, өте ыңғайлы жаққанға. Кстати, масканы жасағаннан кейін, пока сіз бетіңізді жуып дайындағанша, ол су қажет. Ыстық масканы бетіңізге жағып жүрмеңіздер, күйдіріп аласыздар. Масканы осылай әдеміле бір келкі жағып шығамын. Одан бөлек жатар алдында сол жаңағы лавр жапырағының суын, қайнатылған мақтамен беттеріңізді сүртіп отыруды ұмытпаңыздар. Пайдасы өте көп.